қойған адамды осы лесхоздың үйіне келіп табыстадық. Байынқолдың қасында Жарғылақ деген алтын шығаратын кен орын болған. Хан Тәңірінің жанындамыз. Мұқағали Мақатаев атамыздың атындағы шың бар осы жерде. Достар, міне штөліне деп айтайды, білмеймін штөліне деген не екен. Шахта ғой, міне. Осы міне түбіне дейін жеттік. Жол өте ауыр екен. Қолым үшті екен. Мынандай темір бар екен. Ары қарай жолға шығамыз. Спичкіне дайын ба? Жақын жерде бар ма? Горелка. Горелка. Мына қырғыздар бар ғой? Бізге мысалы мынандай нәрсе көп көрмейміз ғой мынандайды. Қырғызстанға барсаң, Қырғызстанда осылай. Ыстықкөлге бара жатсаң осылай. Сарқырап атады ше. Кәдімгі мына жерінде трасса. Нормально да оларға тауда жүру. Өйткені 97% таулы аймақ қой. Мына достар, қараңыздаршы, мынау тескен тас деп аталады. Мына қараңыздар, мына тастың бәрін кезінде тескен. Не үшін? Бұл жерде жол жоқ болған. Бірақ жайлауға, жаңағы алтын терушілер, алтын іздеушілер соларға арнап осының кезінде, совет өкіметі кезінде дейді. Мен қараңыздар, мына тасты қараңыз. Қалай әшейін арамен кескендей ғой. Осылай тескен тас деген жер. Осының барлығы жаңа Хан Тәңірі шыңының маңайындағы жолдар. Қараңыздар, тастың бәрін осылай кәдімгі пышақпен кескендей ғой. Не деген технологиялар. Қазір біз Алматыда тек қана бордюр ауыстырып жүрміз. Қызым, сендер көпсіңдер ғой, иә? Қыздарға ашып беріп көрсет. Киімдеріміз, пастельдеріміз. Кеше өттік ба ары қарай? Құрт көп шығар сендерде, иә? Несін ба жарапат? Таңшолпан? Жалғас, машиналарын ашып берді. Тогда конфеты сперва дайте. Хозяин. Пожалуйста, кішкентай хозяиндерге. Дұрыс тексеріңдер. Әке-шешесі көмектесіп отыр. Жаңа кеп жазып кетті ғой таңертең бізді. Дұрыс. Машинамызды тексерді, көрсеттік. Біз ешқандай аң аулаған жоқпыз. Әне, жаңа кәмпит бердік. Әңгелек беріп жатырмыз. Қыздар, ас болсын. Жақсы, сау болыңыздар. Нағыз каникулды осылай өткізу керек. Көк гүлдер бәрі де гүлденер, таңертең мазалап самал жел. Ассалаумағалейкум. Адам чоштасын ғой жаңада маскыңмен. Алейкум. Бана сен аяқта аста тұрған сен ба? Анау не? Жарбұлақтың астында? Иә. Сен таппай қойдық қой. Бізде қаяқта кеттік. Алты күнде өтеуге шығып кеттім.
Ondan maskeni adam çoşturdu ki aynadan qarab qalsam, men артынан bir әзірейілі кетірме деп қалдым. Ой, біз қыдырып міне съемка жасап. Өзің YouTube'дан қара, көресің. Мен маған көрдіңіздер да. Көрдік, түгенек қойдық қой. Әне. Мотоциклді осылай айдау керек. Нұрбек, кеше сен айдай алмай қойдың ғой. Құлағың деген. Құлап жүр. Жамбы болды. Тайғана. Ең бастысы давление дұрыс болсын. Жақсы. Қайран мұғайындыға ауылда кім тұрды біледі ғой. Мұғайлыққа су қой дейді, Оны суымнан бей тарт қой дейді, су ағып кетпесін деп. Сосын бар, асын қарап қойдық қой. Толып кетпесін, ағып кетпесін. Кім басынан өтті осында кездер, Достар, жазыңыздар. Мұғайлық көрген жалғыз біз ба? Сендер гимн айта аласыңдар ма? Әнұранды айта аласыңдар ма? Иә. Ал, айтыңдар салды. Да, 1-2-3 деп бастаймыз. Надо қайта береді. Давай, сен есекпен тұрып алсаң яқа. Тикток отырған еді ғой. Түсіріп алды ғой. Менде бар. Түсіріп алды ғой. 1-2-3 бастаймыз, иә? Тіркелген Да, сияқты. шақтылерін дұрыс салыңдар. Сен жақындамайсың ба? Давай. 1-2-3 де. 1-2-3. Алтындың аспаны, алтындың даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы. Молодцы. Қазақстанның нағыз патриот жігіттері. Бізде қайда? Арыз бар ма? Кейді жігіттер. Іске басар. Бөліп оңдыр, бір-бірден. Бас. Бөліп оңдыр, жарай ма? Ал, бұзық болмаңдар. Атанан тілін алыңдар. Жақсы ма? Асман. Ал, жақсы. Ауылдың аты не? Түзгөл. Түзгөл осы, Көрдіңіз бар еді. көрдік, Жарқынды? Жақсам ба? Жақсылық. Жақсыбай. Жақсам ғой дейді ғой. Олардың бәрі арғы бөктер. Соған баратын. Онда жолдарыңыз дұрыс сіздер, Соған барып, содан кейін былай бүйтіп аралап көреміз содан. Қызықындар мына бөктерінде. Болды, түсіреміз. Тарихи Рахмет. Рахмет.
Шәлкөде жайлау жалпы. Осы Шәлкөдеде көптеген қызықты жерлер бар дейді. Соған келе жатырмыз. Жолда малшылар өте көп екен. Мына жақта бір малшылар көп, жан-жақтың бәрі малшылар. Енді қазір кеш батып жатыр. Қазақтың қандай қонақ жайлы екенін көрейік. Бір қазір кеш батып жатқан кезде бір малшының үйіне тоқтайық. Құдай қонақ болып қалай қарсы алады екен. Райымбек ауданының адамдары қандай қонақ жайлы екенін көрейік. Алла қаласа қойды қараңыздар. Жайлау деген, а? Келдік. Кеш батып кетті. Кетті. Ассалаумағалейкум. Кім боласың? Серік. Кім боласың? А? Кім боласың? Мамам. Мамам баласы дейді ғой. мамасың боласың. Жақсылықсың ба? Жақсылық. Жақсылық бола бер, жақсылық. Сезім деген қызы. Нешеде сезім? Оп. Қорқпа. Камера түсіріп жатыр. Сәлем де. Сәлем, Қазақстан. Ашып берейін ба? Кәмпит ашып берейін ба? Шәлкөлдің жайлауы, е? Иә. Қарарша деген жері ғой. Қандай? Қарарша дейді. Қарарша? Шәлкөлдің Қарарша деген жерінен Дархан бауырымыздың үйіндеміз. Қазір келдік. Мынау менің есім Қасым болады. Нұрбек, Дастан деген жігіттер. Дастан мобилогер, камераның бәрі сода. Сурет бәрі. Жаңа видео ғана жазып түсіріп жүрміз. Бұл жерде не бар өзі? Анақта елік бар. Шошқа бар. Ары жағында олар бар. Тәуешкі бар. Дархан деген, жақсылық деген жігіттер. Кәдім тамағыңды. Ал тамағыңыздар. Сендер үшін тоже тамақ жеп қоярмыз. Аумин. Бисмилlah, Аллахума барик лана фима разақнакум замбир. Қонақтар бата жасайды.
Ой, мына жерде жақсылап тұрып ұйықтадық, достар. Киіз үйдің іші керемет қой. Киіз үйдің ішінде мынандай қарлығаш ұя сапты. Балапан басып жатыр екен. Мазаламадық. Өйткені білесіздер, қазақ әрқашанда қарлығашты құрметтеген. Сөйтсем ұйықтап отырсам бетіме түсіп кетті. Соны қараңыздаршы қандай табиғат. Мына жайлауда күніге бас жуып үйреніп қалған басты қышып бетке қарлығаш шығып кеткеннен кейін жуыну керек енді. Жуынайық. Толық шешінбей ақ қояйық. Майкымен тұра берейін, кезінде ауылда осылай талай іншектерге басымызға су құйып қойшы едік. Бастарыңыз жуып, қызыл орамалмен сүртіп жүріңіздер. Аман болыңыздар. Біздің таңғы асымыз сағат 1-де болды, өкінішке орай. Шаршап қалғанбыз ғой. Осы жерде Өтей Бойдақ Тілеуқабыл деген 16 ғасырда өмір сүрген шипагер кісі болған. Сонау Жәнібек пен Керейдің тұсында сол кісінің бейіті бар. Сол жерге барамыз. Сосын Айғайтас деген тау бар. Соны көрсетеміз. Сөйтіп Құдай қалса айналып кеп кетпен асу деген бар. Сол асумен Шоңыз жаққа қайтамыз. Осының барлығын өздеріңізге көрсетейік деп отырмыз. Алла қаласа. Оның бәрін не үшін көрсетіп отырмыз? Қайта айтып отырмын ғой. Мәселе біз мақтанып жүрген жоқпыз. Мәселе біз еріккеннен жүрген жоқпыз. Осын қазағымызға көрсетсек, сіңірсек деген. Қазақтар осыны кесе екен, уақытын бөлсе екен, шетелге бармай, өзінің жерлерін, туысқандарын аралап, жора жолдастарын, туысқандық қатынастық күшейтіп жүрсе екен деген ой ғой. Қараңыздаршы мына. Жаңа технология. Технология дейді ғой. Технология. Етті сақтау. Мынандай қара шыбындар деген о. Бұл қойма. Мына жерде міне қазан, ошақ, ер тоқым керек еттерді осылай. Көрдіңіздер ме? Мына жақта жаңа сүзбе, құрт жасайды. Бұл жерде ауа райы деген күн, мына жақта бұлт болып тұр ма? Мына жерде ашық болып тұр, тез ғой. Күннің бұзылуы тез ақ. Жылдам күн бұзылады. Таза ауа 2650 метр биіктіктеміз. Қандай керемет. Сәл жүрсең ентігіп кетесің. Достар, келіңіздер, көріңіздер, аралаңыздар. Аман болайық. Менің артымда тұрған Айғайтас тауы. Осы жайында Мұқағали Мақатаев мынандай бір өлең айтқан екен. Оқып берейін сіздерге. Айғайтас шәлкөденің шаңырағы, Ағотау ақша бұлтты жамылады. Жат жаққа жұрт үздіре көшкен кезде жабырқап таста болса аңырады деп. Өйткені осы таста биік жерінде шыңында қарауылдар тұрады екен. Сонау жоңғар шапқыншылығы кездері және де 1916 жылдары Совет өкіметі қазақтың байларын қудалаған кезде
осыны таудың басында қазақтар от жағады екен түнде, белгі береді екен. Күндіз түтін шығарады екен. Осындай керемет тарихы бар біздің тарихи өлкемізді біз аралап өздеріңізбен бөлісіп отырмыз достар. Керемет қараңыздар табиғат. Сол үшін де біздің еңбегімізді бағалап, Қасымай Қазақ парақшасына тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазып қойыңыздар. Шетел аралағанша елімізді аралайық достар. Ал енді осыны дронмен бір көрсетіп жіберейік. Айғайтас, қайдасың сен, Айғайтас? Мына көріністі қараңыздаршы достар. Қазір ғана жаңбыр жауды. Артында менің Айғайтас және кемпір қосақты қараңыздаршы. Қандай әдемі, сұлу табиғат. Алла тағаланың қандай кереметін неге біз көрмеске, неге соны өздеріңізбен бөліспеске деп осындай кадрды алып отырмыз. Қазақстанды аралайық, тамашалайық. Сонау Жәнібек пен Керей ханның тұсында осы кісі өмір сүрген, шипагер болған. Мынау бұл кісі шөптерден, ағаштардан дәрі іздеп өзіне эксперимент жасап, одан қалды 4 түлік малға эксперимент жасап, талай аурулардың шипасын тапқан кісі. Бұл кісі кім дейсіздер ғой? Бұл кісі 1388 жылы туылып, 1483 жылы қайтыс болған Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы деген атамыз. Бұл кісі жаңағы шипагерліктен бөлек, білесіздер, қазақтың салт дәстүрінде 7 атадан аспай қыз алыспау керек деген. Осы атамыз Жәнібек пен Керей ханға келіп айтқан екен. Мен осылай зерттедім. Қанның алмасуында жаңағы егерде осындай ұзақтық болатын болса, қан таза болады деп. Содан жаңағы Керей мен Жәнібек хандар қазақтың жаңағы даласына сондай заң шығарған. Сол үшін бұл Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы жазып кеткен шипагерлік баян деген кітап бар, 4 томдық. Сол 4 томның 2 томы қазір жарық көрген. Алан қалаумен қарасаңыздар, менің Аугуде магистрлық диссертациям осы кісінің шипагерлік баян кітабынан байланысты болған. Және де мынау ескерткіш 2002 жылы 25 шілдеде қойылған екен. Тура мен сол жылдары, сол уақытта диссертация қорғаған болатын. Енді 23 жыл өткеннен кейін осы жерді көріп тұрмын. Бұл кісі ешқандай ұрпақ қалмаған, достар. Бірақ бұл кісі ұрпақ қалмаса да өзінің шипагерлік баян атты кітабымды қалдырдым деп мынандай өлең жазуын қалдырып кеткен. Міне осы жерде жазылып тұр. Қалмады ұрпақ Өтейбойдақ аяңдалды, мен өшірмес шипалық баян қалды. Бұл да менің ұрпағым, жөн білгенге жазу менен жалғасқан аян қалды деп осы Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы атамыз жазып кеткен. Осындай бабаларымыз өмір сүрген ғой. Біз анау өз елімізде жүріп, қазақ жалқау, қазақ білмейді, қазақ істей алмайды деген стереотиптен біз арылуымыз керек. Біз негізі барлық нәрсе істей аламыз. Сәл түсініп, орнымыздан тұрып, Аллаға тәуекел етіп, әрекет жасауымыз керек. Достар, осындай күшті жерлерді аралаңыздар. Бұл Шәлкөлде, жайлауы Шәлкөде, даласы, ар жағың Ұйғыр ауданына тиесілі малшылар отырады. Мына жақта Райымбек ауданының малшылары отырады. А мынау әйгілі Айғайтас тауы, Айғайтас тауы туралы жақсы өлең айтылған Мұқағали Мақатаевтың өлеңі бар.
кел демек бар, кет демек жоқ дегендей Рахым бауырымыздың үйінде міне қонақ болып ет жеп бәрін той біраз табиғатты түсіріп дастарханын қайта шай ішіп енді жол жүрейік. Осы үйге алғысымызды айтайық, рахмет. Осылай қазақта бір-бірін араласып қомаласып жүре берсін. Бұдағы өзін бірінші Келіп тұрыңдар. Дастархан ашық әрдайым, есік ашық. Қонақ болып кетіп тұрыңдар, келіп бір қуатыңдар, енді кетіп бір қуатыңдар. сол енді кетіп қалды. Амандықта кездесейік. Alhamdulillah, الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين والحمد لله رب العالمين. Я Рамал осы үйге берекеңді бер, я Рамал. Малдарына, отбасыларына, барлығына, я Рамал. Екінің жақсылығын бере бер. Субханаллах, ашһаду ан ла илаха Мынау кетпен асуының почти басына кеп қалдық. Сәл қалды. 2900 метр теңіз деңгейінен. Енді бір 100 метр болса 3000 метр екен. Қараңыздаршы. Жайлау, тау. Өте керемет. Осылай Райымбек ауданынан Ұйғыр ауданы соңғы жаққа бет алып барамыз.